мысалы бізді, Баян екеумізді кейбір адамдар сынайды. Айтады, сендер орыс қолсыңдар, қазақша таза сөйлемейсіңдер. Бірақ біз енді мүмкін, орыс тілінде оқыдық, орыс редакциясында жұмыс істедік. Бірақ қазіргі уақытта тырысып жатырмыз, қазақша сөйлеп жатырмыз. Бірақ Баян бір рет айтты ғой жақсы. Мен мүмкін қазақ тілінде жақсы сөйлемесем де, қаншама проекттерді Баян мысалы Қазақстанға жасады. Қаншама қазақ аруы, қаншама фильм, қаншама әншілер. Олардың бәрі қазақ тілінде ғой. Сол үшін біз бір-бірімізді сынамайық, бір-бірімізді қолдайық. Өйткені біз не так-то азбыз, да? И особенно әйел адамды қолдау керек деп ойлаймын. Қалайсыздар, амансыздар ма? Кешегі тіл мәселесіне байланысты шу шығып кетті ғой. Бірақ ондай немен ана тілімізді құрметтейік деген мақсатта болған сөздер ғой. Соған түсіністікпен қарап, көптеген менен емделген көп адамдарға мен әуелі Алла үлес қосыппын. Сөйтсем, олар үлкен осы халыққа, елімізге қызмет жасап жүрген лауазым иелері де бар екен, аналарымыз. Солар қоғамдық осындай керемет күштерге белсенді аналар тақырыбында соған шақырамыз деп жатыр бұйырса алдағы уақытта. Бір адамыз күліп жатыр маған, мен сені өзім күшті қылып, кейде артық сөйлейтіндерін өзім үйретіп алам, күшті қылып, сені өзім қасыма алып тәрбиелеп алам. Сөйтіп қазақ елін көркейту, қазақ елінің жақсы аналарымыздың дәрежесін жоғарылату мақсатында ақыл кеңестері болсын, үлкен кештерде сол алып жүретін болып жатыр. Мүмкін құрылтайдан да төбе көрсетерміз алда. 7 теңге болса ырымда дейміз, қанша бұл енді батыр қабыл болмай қалар деп ешкім де сізден ақша сұрап жатқан жоқ, жандарым. Әрқашан ақтық жеңет, аққа Құдай жақ қой. Уайымдамаңыздар, жандар. Мен үшін алаңдап жатқан достарым айтармын, жандар. Бақытты болыңдар. Бұл уақыт жұмыры бақытты болыңыз. Керек емес, ол Максия шайға да сенуді қажет жоқ, достар. Максия шайды бізді мазақ қылған жоқ па ол әйел? Мен ішпеймін. Ішпеймін мен ол шайды. Ішіңдер бірақ сендер. Не буду я пить деді ғой, бізге осылай айтты ғой ол әйел. Мазақ қылған жоқ па, қалқамау. Неужели сондай топасында? Даже ішем деген жоқ қой ол бізге. Керек емес деді. Жоқ деді. Іше беріңдер өздерің. Сосын ана көзім сендерге үй алып береді ғой. Давай бәрін ішіңдер. Бәрін ішіңіздер, быстро. Максича, издевайт етіп жатқан жоқ па ол біз? Издевайт. Аллах барлық мақтау-мадақтар Алла алайық. Алланың елшісі ақыр заман мәсін туралы емессіздер ме? Мына Баян Алагөзова, Динара Сәтжан, жаңағы Бағдагүл сынықшы, осы үшеуі қазір бүкіл қазақтың әңгімесіне айланып жатыр. Сонда оларға айтатын туралығым, Динара Сәтжан, одан кейін жаңағы Баян Алагөзова, былайша қарап отырсаң, олар өзін нағыз қазақ, аты да, фамилиясы да, абарақтан өздері орысты көксейді, орыстың тілінде сөйлейді, орысша ашық-шашық жүрген нәрсенің соның бәрін жаңағы насихаттайды әлемген кезде. Сондай болған кезде көрмейсің бе дейді өзі Алла Тағала. Көрсетіп тұр ғой бізге орыстардың қандай отырғанын. Оларға ескертіп бергізді өзі Алла Тағала уақытысында. Сол жаққа бардым, ескерттім. Ислам дінін қабылда деп. Ислам дінін қабылдамайтын болсаң, жердің бетінен жоғалтасың деді. Жоғалтамын деді Алла Тағала. Сонымен министерствоға барып ескерткеннен кейін барып, олар жаңа соғыс ашып қойды. Сонымен қазір құрдымға кетіп жатыр. Сол құрдымға кетіп жатқан елдің сөзін, тілін тебер қыласың ба еді Алла Тағала? Тебер қыласыңдар сендер жаңағы орыс тілдан. Ал былайша тебер қылатын болсаң, сойып жүріп кететін болсаң, имандылыққа, өз тіліңе оралмай, онда сен де құрдымға кетесіңдер дейді. Кім сондай орыс тілді жаңағыдай үгіттейді, әйтпесе соған жаңағы насихаттайды. Солардың бәрі құрдымға кетеді. Өйткені не үшін? Алла Тағала біз әрқайсымызға ұлт берді, одан кейін барып тіл берді. Ұлтқа бөлді, одан кейін барып тіл берді. Соны біз ығыстырып жатырмыз есебінде. Орысшаларын, мәдениетті деп. Кейбір жаңағы қазақтар сауда жасаса, саудасының өзінде арасына орысшаны қосып қояды. Жаңағы сондай болғымыз бір өтімді, әйтпесе бір мәдениетті болатын жат. Ал керісінше, ол Алла Тағаланың жаңағы берген тілін ығыстыру арқылы сен өзіңе Алланың ғазабын жіберіп жатсың. Сондай нәрсені білу керек. Сол үшін осы ескертуден кейін барып, сонда орысша сөз доғармайтын болсаңыздар, қазақ бола тұр. Онда соның тақсіретін тартатын боласыздар. Сол сияқты жаңағы Бағдагүл сынықшы, оған да айтатын.
ол жаңағы әруақ қолдады, әруақ етеді, әруақ бетеді дейді. Әруақ еш уақыт адамды қолдамайды. Әруақ қайта бізге мұқтаж. Біз оның артын садақа жіберуіміз керек. Құран бағыштауымыз керек. Сондай болмыз, Құран хатым түсіруіміз керек. Соларға мұқтаж олар. Ал әруақ бізге еш нәрсені бермейді. Ортада жаңағы әруақ деп әруақтың атымен сөйлеп жүргендер, олар шайтан. Әуелсіз сондай. Құранда соны жазып болған. Анғам сүресінде. Расында сендер баста жаратқанында дейді. Баста бізді бір оқып жаратты ма? Сол сияқты жалғыз маған келдіңдер дейді. Менің алдыма келіп тұрсыңдар дейді. Сендерге берген нәрселерді арт жақтарына тастадыңдар. Сондай-ақ қолдаушы деп ойлаған нәрселеріңді, серіктеріңді сендермен бірге көре алмай тұрмын дейді. Жаңағы қолдаушы әруақ қолдайды, анау қолдайды деген нәрсені сендермен бірге көре алмай тұрмын. Менің алдыма келіп тұрсың ғой сен деп тұр есебінде. Әрине араларындағы байланыс үзілді. Ол ойлаған нәрселерің сендерден жым-жылас болды дейді. Ал әруақ деген нәрселерін сендерден жым-жылас болды. Міне дейді. Соның бәрін айтып тұр. Сол үшін Құранды оқып, одан кейін әруақ қолдайды деген Аллаға жабысу керек. Әруағымыз. Мен 3 рет бардым. Сол сөйтіп отырып, неге мені қолдамайсыздар? Мені сөгіп жатыр 10 мыңға. Дымымды қоймай. Жоқ, сөкпеймін. 10 мың нормально ма сонда? Енді мұның арендасы бар. Жұмыс ауыспайды даже өзіме. Тек сіздің келгеніңіз. Мен 10 мыңмен бұлар кісілер бара алмайды. Ал Андай ине сап берді ғой, бүйтіп айтыр. 100 мың алды дейді ал. Біздер 10 мыңға 100 мың да бересіңдер ме сонда? Берді ғой маған ине сап. Мен сұрасам бере береді, қара тұрсыздар. Мен адал екенмін. Құдай адалмын. Адалсыз асыға ма